құрметті достар, қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз экстренно влогты бастап кеттік. Апамыз бүгін өзінің алғашқы заказына бар жатыр. Астанадағы бір ең беделді деген мекемелердің бірінің фотосессиясын түсіргелі жатыр. Беделді азаматтардың. Мен ойлаймын, жауапкершілігі мол жұмыс деп, апаш? Азанмен тыпыршып қалдық. Не болды? Ана оны көрсетші. Қайдайды? Мына камерасы. Көрініп тұр ма? Короче, былай болды әңгіме. Сіздерге айтып берейін. Азанмен заказ түседі, осындай деп. Мен қабылдаймын дағаны Апошқа звонбедім. Апош, красавчиксың ғой. Апошқа звонайын, Апош осындай, короче, срочно жиналды десем. Аға дейді, не десем. Сезімді бір нәрсе дауысынан уже. Аға, не десем. Кеше флешка сумқаға дейді. Елки-палки, азанмен сонымен тыпыршып іздейік. Флешка анау, мынау, сонымен қазір ғана успокоиться етіп күліп отырғанбыз, әйтпесе бағана екеуміз тымырайып, не істеріміз білмей сөйтіп отырғанбыз. Сөйтсе, мына флешканы кеше байқаусызда сындырып қойған екен. Кеше ноутбуктан алатын кезде өзі, е? Иә, ноутбуктан бүйтіп суырғанын, бұтып деп ұшып кетті. Өзі ғой, бұл өзімен өзі ұстады. Постоянно өзі ұшып кетеді, өзі сып қалады. Өзі ұшып кетеді, өзі сып қалып қалады. Сондықтан да достар, апамызға сәттілік тілеп қояйық. Алғашқы бүгін заказына шығар Астана қаласының беделді мекемесінде қояды. Енді бұл апамыз секілді дәрежедегі видеомейкер, фотомейкерлер, конечно, сондай ғана нелерге барады. Келдік, Апаш, давай, удачи. Сәттілік тілеп қояйық. Айтасың ғой, қалай болады. Кетті апамыз. Сәттілік. Жақсылап жұмыс істеп қайты. Ондай болса біз ары қарай кеттік. Апамыз саған сәттілік. Жақсылап жұмыс істеп қайт. Біз кеттік ары қарай. Жұмысқа. A few moments later. Алпамыз фотосессия жүргізіп жатқан кезде мен сіздермен біраз әңгімелесейін. Бүгінгі біздің әңгіме технологиялар жайлы соңғы жаңалықтарды білейік. Енді мен үшін жалпы технология десе әлемде Илон Маск есіме түседі, ал Қазақстанда мен үшін Бағдат Мусин есіме түседі. Сіздер үшін кім? Бағдат Мусин естеріңізге түседі, басқа кім? Мен үшін Бағдат Мусин. Сөйтіп Бағдат Мусин деген кісіні іздестіріп сол туралы соңғы жаңалықтарды ашып қарайын десем, бұл кісі дәл бүгін менің ауылым Түркістан облысы Ордабасы ауданы Аққойлы ауылына барған екен. Аққойлыда мүлдем интернет жоқ қой, ағайын. Мен интернет түгіл ол жерде связь ұстамайды жөндеп. Жолға шығу керек, немесе анау терезенің қасына бару керек, немесе мына төбеге бару керек деп тұрады. Әлі күнге дейін 21 ғасырда. Сол мәселені шағым жеткен болу керек, барып сол жерде сеттің несін тексеріп, мықтылығын нашар болғандықтан сотовый операторға протокол жазып беріпті. Міне, Астанадағы көлік жүргізушілерге протокол жаза бергенше, сондай кісілерге, операторларға, миллиардтаған ақшасы бар бизнестің өкілдеріне, халыққа жағдай жасамайтын өкілдерге сондай протокол жазу керек. Міне, жазды. Бағдат Мусинге респект, өткенде туған күні болды, туған күнмен құттықтаймыз. Жалпы Бағдат Мусин қазіргі таңдағы новатор, техно көшбасшы деп айта аламын толыққанды. Ол кісіден көп нәрсені күтеміз. Бұл бірінші, Бағдат Мусин. Жарайды. Жаңалықтарға келетін болсақ, басқа жаңалықтарға. iTube. Сіздер дәл қазір осы видеоны YouTube-тан қарап отырсыздар. Ал қазақстандықтар соңғы уақытта кеше бүгін өте көп платформаларда, группаларда, каналдарда жаңалық өтті. iTube-ға өтіңіздер дейді. iTube біз секілді креатор дейміз ғой, енді шығармашылықпен айналысатын адамдарға біз сіздерге YouTube-тан көп төлейміз дейді. Енді мен YouTube-тан бір нәрсе тауып жатқан сияқты адам айтпайын, адам сияқты болмайын. Мен әлі ештеме тауып жатқан жоқпын. Бірақ олар айтады, YouTube-тан көп, яғни YouTube-та миллион просмотр жинаған адам бір роликке $200-300 алады екен. $200-300 өте аз ақша.
ал олар айтады біз одан көп төлейміз дейді. Енді iTube'қа кіріп көрдім, айтпақшы, жүктедім, олардың мобильдік қосымшасы шыққан, жүктеп көрдім. Біраз әлі дамитын жерлері бар. Мысалға, біріншіден контент өте аз, өте ішпыстырарлық. Ішінде тек қана қазақстандық Салем Social немесе басқа продюсерлік орталықтардың түсіріп жатқан сериалдары ең көп қарауға болатын, жалпы қалған барлығы жай далбаса нәрселер, шыны керек. Сондай, біріншіден, екіншіден интерфейс мен үшін сәл ыңғайсыз, мүмкін YouTube-қа үйреніп қалғандықтан ба, бірақ кішкене маған ыңғайсыз. Үшіншіден, роликті қарап жатқан кездегі астындағы несі, указатели бар ғой, мынаншама көрдім деген, сол көрінбей тұрады, сол түсініксіз. Десек те, мен iTube'дан өз каналымды ашам, және сол жаққа қарай осы түсіріп жатқан материалдарды да салып отырамын. Біріншіден, ол қазақстандық өнімді қолдағаным. Екіншіден, шынында да ертең күні осындай шығармашылықтағы адамдарды қолдап, өнердегі адамдарды қолдап, қаржылай қолдап жатса, нұр үстінен нұр болар еді. Өйткені қалтамыз біздің резиновый емес, әрбір қолдауды құп көреміз. Сондықтан да көшеміз. Сіздерге де көшуді кеңес беремін. Біріншіден, ол қазақстандық өнімді қолдау үшін. Енді артында ештеңе салынбай, тым ішпыстырарлық болып жатса, жарайды, өшіріп жатасыздар. YouTube-та, онсыз да YouTube-та жүресіздер. Бірақ iTube'ты көшіріп қойып, ішіне кіріп, не бар екен көріп тұрсаңыз, нұр үстіне нұр. Ары қарай кеттік. Интернет алаяқтар, абай болыңыздар. 8 наурыз жақындап келе жатыр, одан кейін 22 наурыз бар. Жалпы күнделікті интернеттен біз қазір сатып алу процестерін көп жасайтын болғанбыз. Соны мошенниктер, алаяқтар, яғни көп қолданатын болған. Абай болыңыздар. Мен мұнда міне жазып алдым. Сол алаяқтарға түсіп қалмаудың 4 жол айтайын. Біріншіден, картаңыздың паролін, CVV кодын, нөмірін ешкімге айтпаңыз. Ешкімге, тек қана сізде болу керек. Екіншіден, сырттағы қосымшаларға жүктемеңіздер. Мынау бір мысалға біреу звондап, мен банктың қызметкерімін, бәлімше деген қосымшаны жүктеңіз, сіздің картаңызды қорғауға тырысып жатырмыз десе, жүктемеңіз. Бұл екінші. Үшіншісі, ешқандай сілтемелерге өтпеңіз, пәлемше сілтемен басыңыз өтпеңіз. Және төртіншісі, пәлемше анкета толтырып жүріңіз, біз пікір жинап жатырмыз десе де, ешқандай анкета толтырмаңыз. Бұл сіздің карта, бұл сіздің мәліметтеріңіз. Болды. Осыны сіз ұстанып отырсаңыз, ешқандай алаяқтар сізді алдай алмайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, үлкен жастағы туыс жақындарыңызды қорғаңыз. Өйткені үлкен жастағы адамдар сенімшіл келеді, сеніп қалуы мүмкін және алданып қалуы мүмкін. Байқаңыздар. Ары қарай кеттік. Илон Маск Марсқа тағы бір қадам жақындады. Илон Масктың Starship SN10 кораблінің прототипі ұшып қайта қонды, бірақ жарылып кетті. Оның алдындағы екі прототипі ұшып сол жақта жарылып кеткен екен. Бұл прототип қонып барып жанды. Келесі SN11 прототипі дайындап үлгерген екен. Оны да осындай эксперимент арқылы тексеріп көретін болады. Бұл нағыз Марсқа баратын корабльді дайындаудың келесі бір қадамы деп есептейді жұртшылық. Біз Алпамыс екеуміз осы видео түсіріп жатқанда немесе басқа мәселелерді бір қиыншылыққа туындаған кезде бір қанатты сөз айтамыз, өзіміз шығарып алғанбыз. Айналайын, бұл қиын болып бара жатса айтамыз. Айналайын, бұл корабль жасау емес қой, не болды, қиын емес нәрсе ғой, негізі деп ары қарай жасап кетеміз. Яғни ал Илон Маск шында корабль жасап жатыр. Космосқа шығатын корабль. Сондықтан да Илон Маскқа тек жақсылық тілейміз. Марсқа қонам дейді. Мен білмеймін, ол қандай арман болу керек. Марсқа барам деген, мен үшін білмеймін. Жалпы біліп жүріңіздер. Кішігіріміз соңғы екі жаңалық. iPhone 13 туралы бірінші сыбыстар пайда болды. iPhone 13-те жады 1 терабайтқа дейін барады дейді. Бұл біріншісі. Бұны астындағы сауалнаманы оқыдым. Көп адам айтады, маған 128, 256, 512 гигабайт бұлай жетеді. Сондықтан да 1 терабайт керек па, керек емес па, ол екінші сұрақ. Және тағы бір мәселе, тағы бір сыбыс, iPhone-ның үстіндегі несі,
қабағы жоқ болуы мүмкін, яғни алып тастауы мүмкін. Сондықтан сол қабақты алып тастаса қалай болады екен дейді. Ресейлік белгілі техноблогер Вилсаком айтады, егер сол қабақты алып тастаса iPhone, мен шашымды лысый қылып алып тастаймын дейді. Сондықтан да ол бір шоу болайын деп тұр, күтіп тұр. Мен ешқандай ондай уәде бермеймін, маған ешқандай керегі жоқ. Өйткені ол маған ешқандай айырмашылық беріп тұрған жоқ дәл қазір таңда. Және соңғы жаңалық, мен соңғы кезде киберспорттың дамып жатқанын өте жиі естіп жатырмын. Сондықтан да киберспорттың жаңалықтарын білгіңіз келсе, pinger.pro телеграм каналына жазылып қойсаңыз болады. Мен жеке басым жазылып қойдым. Біздің қазақстандық киберспортсмендер жақсы ойын көрсетеді. Менің естуім бойынша солардың бәрін бақылап отырғым келеді. Сіз де бақылағыңыз келсе, pinger.pro каналына жазылып қойсаңыз. Техника жаңалықтары осымен тәмам, құрметті достар. Бүгін ең қатты қуанған мәселем ол сол Бағдат Мусиннің менің ауылыма барғаны өте қатты қуантты. Сондай адамдар көп болсыншы, шыны керек. Мен арманым сондай негізі. Енді қазір біз Алпамыстың қайтып келуін күтеміз. Қайтып келіп сұрайық, не істейтін, қалай болғанын сұрайық.